Құрметті достар, бүгінгі үлкен мерекеміз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне арналады. Дорогие друзья, наше праздничное онлайн-мероприятие посвящается Дню независимости Республики Казахстан. 16 декабря мы с гордостью отметим День независимости. Слово для поздравления предоставляется Ассамблее народа Казахстана. Сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 29 жылымен шын жүректен құттықтаймын. Халқымыз ғасырлар бойы аңсаған арманы 1991 жылы орындалып, тәуелсіз мемлекет құрылды. Қазақстандықтар өтпелі кезеңнің барлық қиындықтарын жеңіп, әлемдік сахнаға көтерілді. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайы тұрақталып, дамыған елдердің қатарына қосылдық. Республикамыздың осындай биіктерді бағындыруында барлық адамдар сүбелі үлес қосып келеді. Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп, көркею жолында аянбай еңбек еткен қазақстандықтарды шын жүректен ұлттық мерекемізбен құттықтаймын. Еліміздің ертеңі жолындағы еңбегіміз жана берсін. Сіздерге денсаулықтарыңыз мықты, еңбектеріңіз табысты болсын деп тілеймін. Уважаемые казахстанцы, примите искренние поздравления с Днем независимости Республики. Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. С момента приобретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешным преобразованием. За годы независимости мы добились мирового признания и большого прогресса. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности. Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и взаимопонимание. З Днем незалежності! Щиро вітаю всіх з Днем Незалежності Республіки Казахстан. Бажаю вам благополуччя, міцного здоров'я, особистого та сімейного щастя, миру та злагоди, впевненості у завтрашньому дні. Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі, енергії та впевненості у власних силах. Нехай ваші добрі справи приумножують славу нашої спільної батьківщини. 안녕하세요. 카자흐스탄 29년 독립기념일을 축하드립니다. 카자흐스탄의 번영과 발전을 기원합니다. 대통령과 모든 국민들의 건강과 행복을 하나님께서 정말 축복하시기를 바랍니다. 카자흐스탄의 또 까레이스키 앙상블이 정말 번영과 발전을 기원합니다. 감사합니다. Ассалаумағалейкум, барша қазақстандықтар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай шын жүректен шыққан ыстық ықыласымызды қабыл алыңыздар. Бұл күн ата-бабамыздың аңсаған арманы жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі өркейе берсін. Баршаңызға мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, сәтті күндер, зор жетістіктер тілеймін. Արգելի Կազախստանցիներ, շնորհավորում եմ անկախության տոնի արդիվ։ Կանում եմ խաղաղություն և բարեկեցություն։ Hürmetli Kazakstanlılar, milli bayramınız Kazakistan Respublikası'nın mesleğilik günü mensibetli, sevmi ve sevmi arzuları gibi yedin. Biz her bir yıl kestik ve sebetlik arzuları evlerinizde sağ hemlik ve sebetlik anlaşma olsun. Родина – это наша страна, в которой мы все с вами живем. Всех нас, людей разных национальностей, объединяет одно – мы единый народ. И в этом Казахстан – уникальное государство с многообразием культур и религий. Моя родина, мой Казахстан – под таким названием для вас, уважаемые пользователи социальных сетей, прозвучат стихи. Тәуелсіздік таңы атсын елінде. Тәуелсіздік оңай бізге келген жоқ. Ұл-қыздарым оны қолдан берген жоқ. Отан үшін құрбан болған боздақтар ел есінде қалды мәңгі өлген жоқ. Әр қашанда тыныш болсын түніміз, шуақ шашсын ашық аспан күніміз. Кеше қана азаттықты аңсаған, бүгін міне ірі елдердің біріміз. Жалыным бар, ешкім оны сөндірмес, бұл әлемде қазақ жерін кім білмес. Қонақ жайлы азат елді көп ұлты, Қазақстан еліне ешкім тең келмес.
Халқым аман, тыныш өмір кешейік, елімізді қорғап мәңгі жүрейік. Бар адамға бір ғана менің тілегім, бейбітшілік қасиетін білейік. My independent Kazakhstan, so many battles have been won. To make two equal states to others, no many countries are like brothers. To you, my dear motherland, you are a peaceful land we know. You said to neutron bomb pure no. You're a friend to every state, with presidents so wise and great. Ich heiße Emilia. Heimat ist nicht nur ein Wort. Heimat, das bist du und ich. Heimat ist nicht nur ein Ort. Heimat, die ist innerlich. वतनम दर्शी कई बा इन बुजुर्गी बमोनंदी दिली मवो गिरिफगास किपुये चुन रगी असखूनी मन अन बसहरो रोही नाव दरिया गिरिफ्तास. Казахстан – это высокие горы, золотые степи, прозрачные реки и озера. Это искусство акынов и художников. Это музыка кюев, народные легенды и сказки. Но самое главное богатство Казахстана – это мир, долгие годы царящий на земле. Ведь здесь живут люди разных народов. У каждого свой язык, свои обычаи. Но всех людей объединяет дружба, понимание и песни. Құлпырған
Уважаемые подписчики социальных сетей, наше праздничное онлайн-мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Казахстан, подошло к концу. Спасибо за внимание. Тәуелсіздік күні құтты болсын, баршамызға қуаныш, бақыт әкелсін. Пусть над нашей республикой всегда будет мирное, чистое небо. Мира, добра, счастья тебе, наш Казахстан. Қош сау болыңыздар.